Екінші пример қарастырамыз. Железобетонная балка опирается на фундаменты на точках А и Б и несет нагрузки собственный вес 20 килоньютонов на метр, равномерно распределенной нагрузкой. Временная нагрузка 170 килоньютонов, сосредоточенная нагрузка. Суретте қарасаңыздар, міне фундамент А, фундамент Б, мынау біздің балка, өзінің собственный весі 20 килоньютон на метр и сосредоточенная нагрузка С точкада ең шетінде 170 килоньютон берілген. Енді бізге нужно определить вес фундамента в точке А, необходимый для сопротивления опрокидыванию. То есть, былайша айтқанда, мынау консольный балка болғаннан кейін мына жерде момент, опрокидывающий момент пайда болады, и мына жерде балканың точкасын төбеге алып кеткісі келеді. Мына фундаменттің салмағы қанша болу керек, чтобы жеткілікті да астыда ұстап тұратындай, көтеріліп кетпейтіндей фундамент. Сол нәрсені есептейміз, применив коэффициент безопасности равному к 2 дейді. Бұл жерде нагрузкаларға x2 көбейтіп береміз. Екінші, применив коэффициент критического предельного состояния для постоянных нагрузок 1,1 или 0,2 для временных нагрузок 1,5. Так, бұны мына жерде қайталап өте салайын. Бізде қазіргі опрокидывание шешу бойынша, бұл бойынша мына жағдай проверка статического равновесия болып саналады. Постоянный нагрузка қолданатын коэффициенттер, мысалы осы 1,1 мен 0,9 қолдану керек бізде тексеру үшін. Давайте біз бірінші жағдайда постоянный нагрузканы барлығына 1,1-ге көбейтейік. Енді, соответственно, нагрузканы 1,1-ге көбірек көбейтсек, көрейік қандай вес фундаментті шығатынын. Екінші жағдайда 1,1-ді де 0,9-ды да екеуін қолданайық. Қалай шығатынын тоже результатын көреміз. Так, енді пока коэффициент 2-мен шешейік. Коэффициент. Необходимо найти реакцию точки А. Білесіздер, сопротивление материалов немесе строительная механика курсында енді фундамент мынаяқтан нагрузка екі фундаментқа екі точкаға беріліп тұр. Соответственно, фундаменттен реакция болады. Үстіге қарап тұрады бізде РБ, РА, РБ. Бізге А точкадағы фундаменттің салмағын табу үшін А точкада реакцияны тапсақ, тез тауып жалғастырайық. Бұны пока давайте бітеміз. Уравнение статики деген бар. Бізде білесіздер, А точкасы, Б точкасы болсын. Мынау состояние равновесияда тұрған элемент бүкіл моменттердің қосындысы нольға тең болады. Бүкіл вертикальный усилиялардың қосындысы нольға тең болады. Бүкіл горизонтальный усилияның қосындысы нольға тең болады. И осы точкада біз давайте Б точкада бүкіл моменттер нольға тең болады десек, осы уравнениені шешейік. Бұл точка тең болатын болса, реакция А бізде 6 метр қашықтықта тұр. Мынандай момент. Ол по часовой стрелке бізге жасайды, то есть РА көбейтілген 6 деген момент. Мына жерде сосредоточенная нагрузка 170 килоньютон, Б точкасынан 2 метр қашықтықта. Мынандай момент береді бізге, тоже по часовой стрелке, плюс 107 көбейтілген 2 расстояниясы. Мына жерде собственный вес равномерно распределенная нагрузка. Бірінші А точкасынан Б точкасынан 6 метрді қарастырайық. Мынаяқта да бар. Екіге бөлейік, давайте, равномерно. Мына жерде бір равномерно распределенная нагрузка, мына точкада бір сосредоточенная нагрузка деп қабылдаймыз. Ровно 3 метр қашықтықта, 20 көбейтілген 6, 120 килоньютон болады. 120 килоньютон көбейтілеміз 3. Б точкасына дейін расстояние 3. Және де бұл бізде против часовой стрелки момент жасап тұр. Сол үшін минус болады. Қосамыз. Мына жерде де равномерно распределенный бар. Бұны точно по центру 1 метр расстоянияда 20 көбейтілген 2 метр 40 болады. 40 килоньютон 1 метр қашықтықта болсын. 20 көбейтілген 2 көбейтілген 1 расстояние. Бұл бізде по часовой стрелке плюс
тең 0-ға болады. Енді осындай оңай уравнениені шешкен кезде RA көбейтілген 6 тең болады минус 20-ға. RA тең болады минус 3,33 килоньютон. То есть ол нені білдіреді? Бізде реакцияның басында направленияны жоғарыға деп бердік, бірақ көріп тұрмыз, реакция бізде минус, значит, ол направление бізде былай қарап тұр. То есть реакция осылай қарап тұрса, значит, фундамент бізде уже көтеріліп кетіп жатыр, фундамент ауада тұр, реакциясы астыға істеліп тұр деген мағынада. Демек, біздің фундамент кемінде 3,33 килоньютон болу керек, чтобы в 0 ұстап тұру үшін. Ал енді коэффициент безопасности 2-ні қолданатын болсақ, то есть фундамент 2-ге көбейтеміз, 3,33-ті и 6-да 67 килоньютон бізде фундаменттің весі кемінде болу керек, чтобы біздің момент мынаны алып кетпес үшін, опрокидывать етіп кетпес үшін. Бұл жағдай А. Жағдай Б-да давайте теперь найдем реакцию RA в точке А, применив коэффициент безопасности для нагрузок 1,1-ді қолданайық. Енді коэффициент нагрузокты қолданамыз. Бағанан есептедік, білдік, фундаменттің весі 6 болу керек екен, грубо 7 килоньютон. Енді мына тура солай, момент точка Б-да 0-ға тең, тура солай есептейміз. Мына RA по часовой стрелке момент жасайды, плюс 170 көбейтілген 1,5 коэффициент безопасности бізде, көбейтілген 2 расстояние, бұл бізде тоже по часовой стрелке, сол үшін плюс минус азайтамыз 20 көбейтілген 1,1, мына равномерно распределенная нагрузка, бір сосредоточенная нагрузка болып жасайық, 120 килоньютон болады, то есть 20 көбейтілген 6 и 1,1 коэффициент безопасности үлкейттік на нагрузканы, 20 килоньютон 1,1 көбейттік и плюс расстояние 3 метр. Бұл бізде против часовой стрелки момент минус болады, плюс мына жақтағы равномерно распределенный 20 килоньютон и 40 көбейтілген 1,1, 20 көбейтілген 2, 40 болады, көбейтеміз 1,1-ге, көбейтеміз 1-ге. 1 ол мына расстояние. Б мен екеуінің арасы 1 метр. Тең болады 0. Бізде неизвестный біреу, 6 RA минус 158, RA мынақта реакция 26-да 3 килоньютон. Көрдіңіз бе разницасын? Бағана алдыңғысында да ешқандай коэффициент безопасностиға нагрузкаларды көбейтпей есептеген кезде бізде фундаменттің салмағы 3,33 килоньютон жеткілікті еді да. Енді и коэффициент безопасности x2 фундаментқа бердік, 67 килоньютон вес керек болды. Ал мына жерде біз өзінің мына коэффициенттерді қолданған кезде 26-да 3 километрон бізде кемі вес фундаментті болу керек. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Бұл жерде біз тек қана коэффициент для постоянных нагрузок 1,1 деп алдық. Мынаны, енді екеуін қарастырайық. То есть қандай ол? То есть айтқым келген, алдыңғы сабақта да айттым. Мына частьқа давайте біз 1,1 коэффициент қолданайық постоянный нагрузкаға. Мына частьқа давайте біз 0,9-ды қолданайық. 0,9 коэффициент. То есть мына жерге неблагоприятный 0,9 коэффициент болып тұр да, мына жерге неблагоприятный 1,1 коэффициент болып тұр. Екеуін қолданатын болсақ, тура сондай Б точкада моменттің бәрі 0-ға тең дейміз. Мына жерде RA-ның моменті, то есть RA көбейтілген 6 по часовой стрелке плюс болады. 170-ін жасайтын моменті бұл временный нагрузка, сол үшін 170 көбейтілген 1,5 коэффициент безопасности, көбейтілген 2 расстояние. Минус
20 көбейтілген мынаны қарастырайық. Мына 0,9 көбейтілген 6 метр равномерно распределенный. То есть мына 120 килоньютонды біз алдық та 0,9-ға көбейттік, және расстояниясы 3 метр болғаннан кейін 3-ке көбейтеміз. Плюс мына жерде 40 килоньютонды көбейтеміз. 20 көбейтілген 2, 40 көбейтілген 1-1 көбейтеміз 1 метр расстоянияға тең болады 0-ға дейміз. Енді осы жерде қарасақ, RA бізде 38-де 3 килоньютон. То есть фундаменттің весі 38 килоньютон болу керек осы есеп бойынша. То есть бұл жерде ескеру керек, консольный балка кезде, мысалы, ойлаймыз, всегда нагрузканы көбейтсек, максимально үлкен нагрузкамен есептей берсек, біз наихудший вариантты қабылдаймыз деп всегда ойлаймыз, бірақ әрине ол дұрыс көп жағдайда. Консольный балка кезде көбінесе, особенно опрокидывающий моментті есептегендерде, неблагоприятный ситуация, наоборот, 0,9 болатынын ескеру керек. Өткен көрдіңіздер, 1-1 мен есептеген кезде 26 килоньютон шықты опрокидывающий, 0,9-ды да қосқан кезде уже көбейді. То есть негізі по факту нагрузканы өзіне есептеген кезде фундаменттің весіне негізі кемі 3,33 килоньютон болу керек. Ал біз коэффициент безопасности для нагрузок қосқан кезде уже правиламен есептегенде 38 деп қабылдаймыз. Қанша есеп прочность запаста бізде тұрады.